ақпараттық қолдау көрсетуші, жұртқа өздерінің ғибратты қойылымдарымен танымал өнер қырандары, әзіл-сықақ театрының актерлері басқарды. Шара барысында Талдықорған қаласының тұрғындары ерлі-зайыпты Қайрат Аманғажыұлы мен Қызжібек Шералықызы және Айкамал Рашыбек қызына Жамбыл облысы Шу қаласының тұрғыны әрі 10 перзенттің ата-анасы Смайлов Бекежан мен Омарова Мәриямға кезекті 36, 37 және 38 баспананың кілттері тарту етілді. Қордың бір жылдық жетістігімен құттықтай келген өнер адамдары да өздерінің қолдауларын білдірді. Осы енді қарекет қорының белсенділеріне Алла разы болсын, үлкен сауапты іс болып жатыр. Өзім өте қуаныштымын. Енді қазір осындай бір жылдығы болып, үлкен мерекелік шара болып жатыр. Әрмен қарай жалғаса берсін. Осы қарекет қорына беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын дейміз барша халыққа. Әрқайсымыз да бір көмегіміз тигізуіміз керек деп ойлаймын. Себебі берекемізді арттыратын іс шынымен де берсек, сол нәрсе екіншіден үшіншіден өзімізге қайтады. Сондықтан бәріміз атсалысайық деп атсалысуға шақырамын, және де өзім шын жүрегімнен қарекет қорының бір жылдығын құттықтаймын. Өркендеп өсе берейік. Осы қорға мерейтойға арнайылап сол Ақтөбеден Алматыға келдік. Және осы бір жылдық мерейтоймен барлық қазақ елін, әр қазақ жалғызым деген қазақтардың барлығын құттықтаймыз. Және сіздердің барлықтарыңызды осы үлкен қор